Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өте дәмді, тез әрі оңай дайындалатын сливочный суп дайындадым. Дайындалу әдісімен сіздермен бөлісе кетейін. Алдымен тауықтың төс етін осылайынан кесіп алып, бөлшектеп үшке, үстіне паприка, қара бұрыш және тұз сеуіп, және бір чай қасықтай оливковый маслоны жағып, барлығын жақсылап араластырып, 20 минутқа мариновация етіп қойып қойдым. Сол арада чеснокты майдалап тураймыз, қызыл тәтті бұрыш және бір пияз және бір помидор. Барлығын осылайынан төрпішті қылып турап алдым. Қызып тұрған майымызға жаңағы мариновация етіп болған тауықтың төс етін осылайынан екі бетін қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Мінекей осылайынан қуырып алдым. Енді тауықтың төс етін шығарып аламыз. Дәл осы майдың үстіне пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Үстіне чесногымызды, помидорымызды және қызыл тәтті бұрышымызды салып, барлығын жақсылап түсі өзгергенше қуырып аламыз. Мінекей осылайынан қызартып жақсылап қуырып алдым. Енді үстіне қайнаған су құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне жаңағы тауықтың төс еті мен макаронымызды саламыз. Және де 30 минут пісіріп аламыз. Піскеннен кейін үстіне сливкемізді құйып, барлығын жақсылап араластырып, отта 5 минуттай ұстаймыз. Және де ескерсе кететін жайт, сливки 20% болса, сіздерде әдемі болып шығады. Менде 33% үйде болғандықтан осылай кішкене іртік болып шықты, бірақ дәмі өте керемет, сондықтан осында салуды шештім. Мінекей біздің сливочный супымыз дайын болды. Дәмі өте керемет, дәмді және тез әрі оңай дайын болады. Достар, егер сіздерге рецепт ұнап жатса, каналыма кіріп, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет, сау саламатты болыңыздар.